Достар, менің оқиғаларым сіздердің жүректеріңізге жетсе, ой салса, қолдап жіберіңіздер. 1000 оқырманға жету мақсатым бар. Соған бірге жетейік. Сіздерге қызық болсын. Қазір мені қай қаладан қарап отырсыздар? Міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіздер. Танысайық. Егер осындай өмірлік хикаялар ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Кейбір сәттер сені мәңгілікке аңдып жүреді дейді. Мен бұны тек кинолардағы драма үшін айтылатын сөздер деп ойлайтынмын. Бірақ бұл шындық екен. Өте қорқынышты шындық. Себебі менің де сондай бір сәтім бар. Бар болғаны бірнеше секундтық, бірақ бүкіл өмірімді астан-кестен еткен сәт. Қанша ұмытуға тырыссам да, есігімнің қағылғанын әлі естимін. Оны ашқанда, дәл жарығының оның жүзіне қалай түскені әлі көз алдымда. Оның жанары жұмсақ, бірақ бір нәрседен тартынғандай еді. Ол аттамауымыз керек, шекараның қасында тұрғанымызды сезгендей болды. Бірақ ол бәрібір сұрады. Ал мен иә дедім. Неге екенін әлі де білмеймін. Бәлкім, менің еленбей қалғаныма көп уақыт болғандықтан шығар. Шын мәнінде мені ешкім әйел ретінде, сезімі мен мұңы бар адам ретінде көрмегелі қашан. Бұл оқиға жай ғана нәпсіден басталған жоқ. Ол жалғыздықтан басталды. Тым қатты естіле бастаған үнсіздіктен басталды. Маған қарауды қойған күйеуіммен ешқашан айтылмайтын сөздерге толған суық иімнен басталды. Адам толы бөлмеде тұрып, өзімді мүлдем жалғыз сезінген кезін болды ма? Менің әр күнім солай еді. Сосын ол пайда болды. Менің қайнағам. Күйеуімнің ағасы. Бұны дауыстап айтудың өзі күнә, өзі масқара. Бірақ мен айтуым керек. Бұл арбау туралы оқиға емес. Бұл ешкім айтпайтын сұр аймақтар туралы. Өмір сені сындырмас бұрын ешқандай ескерту бермейтіні туралы. Мені кінәлі, маған лағнет айт. Бірақ оған дейін тыңда. Мен Ерболмен 11 жыл отастым. Басында бәрі жақсы еді. Бірақ уақыт өте келе өмірдің тауқыметі бізді суытып жіберді. Күйеуім мені сүюді қойған жоқ, ол мені көруді қойды. Мен өз үйімдегі ескі жиғас сияқты болып қалдым. Ал оның ағасы Асқар біздің үйге уақытша көшіп келген еді. Әйелінен ажырасып, басы қатып жүрген кезі. Ол өте жуас, көп сөйлемейтін, бірақ бәрін байқайтын адам болатын. Ол маған біреудің әйелі, немесе інісінің келіні сияқты емес, жай ғана мен ретінде қарады. Кішкентай нәрселерден басталды. Күйеуім жұмыста болғанда, Асқар маған ауыр сөмкелерді көтерсуге көмектесетін. Ас үйде ыдыс жуып жатқанымда қасыма келіп әңгіме айтатын. Бірде ол маған қарап, сен жиірек күлуің керек, бұл саған жарасады деді. Бұл өте қарапайым сөз еді. Бірақ ол менің жаныма майдай жақты. Себебі мені ешкім ем үздік немесе әдемі деп атамағалы көп болған еді. Бірде кешке Ербол жұмыстан келмей, үйде Асқар екеуміз ғана қалдық. Ол маған қарап, сен бақыттысың ба деп сұрады. Бар болғаны 3 сөз. Бірақ мен қатып қалдым. Себебі Ербол бұны менен 10 жыл бойы сұрамаған еді. Мен, иә, бәрі жақсы деп өтірік айтқым келді. Бірақ көзінен жас шығып кетті. Сол сәтте ол менің ішімдегі бүкіл мұңды көрді. Сол түннен бастап арамыздағы ауа өзгерді. Бір күні түнде ол бөлмеме келіп, сеніңше менің бақытты болуға құқығым бар ма деп сұрады. Бұл жай сұрақ емес еді. Бұл мойындау еді. Оның дауысы дірілдеп тұрды. Ең сорақысы, менің ішімдегі бір бөлік оған құшағым ашқысы келді. Бұл құмарлық емес еді. Бұл біреуге керек болу қалауы еді. Сол түні Ерболдың қасында жатып, төбеге қарап ойландым. Ол қорылдап жатыр. Ал менің жаным өртеніп барады. Мен Ерболға қол тигіздім. Оянып мені құшақтағанын қаладым. Бірақ ол қозғалған да жоқ. Бірде жаңбырлы күні Ербол сапарға кеткенде, Асқар менің бөлмемнің есігін қақты. Ол төсектің шетіне отырып, мен өзімді жоғалтып алғандаймын. Маған жылулық керек. Маған сен керексің деді. Мен кеттеуім керек еді. Мен оған біздің туыс екенімізді, бұл масқара екенін айтуым керек еді. Бірақ мен үндемедім. Ал үнсіздік кейде келісіммен де қаттырақ естіледі. Ол мені құшақтап сүйгенде, мен оны тоқтатпадым. Сол сәтте мен бәрін ұмыттым. Атымды, намысымды, кінәмді. Мен жай ғана өзімді тірі сезіндім. Бірақ ертесіне бәрі өзгерді. Біз бір-біріміздің көзімізге қарай алмадық. Мен қожықпын ба, әлде жай ғана сынық қалған жанмын ба? Бұл сұрақ мені әлде мазалайды. Ербол келгенде бәрі қолдан жасалғандай жалған көрінді.
Асқар үйден көшіп кетті. Бірақ ол кетсе де, менің ішімдегі дауыл басылмады. Егер ол қазір есігімді тағы қақса, мен оны ашар ма едім? Жоқ дер ме едім? Әлде тағы да сол қателікке барар ма едім? Менің түнде ұйықтамайтын себебім осы белгісіздік. Бұл опасыздық па? Әлде эмоционалдық аман қалу ма? Мен кешірім сұрамаймын. Тек өз шындығымды айтып отырмын. Бұл менің құпиям.